Ақбілек романындағы барлық оқиғалар тікелей өмірден алынған. Ақбілек романы қазақ ауылындағы дүрбелең жылдар шындығын, олардың дәстүрі мен тұрмысын, жекелеген адамдардың іс-әрекеттері мен қарым-қатынастарын, әсіресе негізгі тұлға Ақбілектің қызығынан қиындығы мол өмір жолдары жайында мұң мен шерде, сырда толғайтын туынды. Бір ғана қазақ қызының күрделі тағдыры негізінде әлеуметтік төңкерістер тұсындағы қазақ ауылының өзгеру процесін суреттеген алғашқы қазақ романдарының бірі. Сонымен бірге, халқымыздың өткен өмір көріністерін, адамдар арасына көзқарастар қақтығысын, ел мен жер, келешек күндерге деген наным-сенімдері серпінді, шабытты көркем кестеленеді. Кейіпкерлер келбеті, іс-қимылдары да нанымды жеткізеді. Қазақ төңкерісінен кейінгі қазақ ауылының өмір-тірліктері, ақ гвардияшылар әрекеті кеңінен көрініс береді. Романда көтерілген басты мәселе қазақ қызының тағдыры, әйел теңсіздігі. Романның желісі бойынша Ақбілекті орыс офицері алып қашады. Оған қазақ қызы Қарамұрт деп ат қояды. Өз отауына алып келіп ойнас қылады. Бір күн Ақбілек Қарамұрттың соғысқа кеткенін пайдаланып, ауылына қашып қайтадан оралады. Ел-жұрттың сөзінен гөрі оған әкесінің суық көзқарасы өте ауыр батты. Ал анасы Ақбілекті құтқарамын деп қаза тапқан еді. Енді жалғыз сенері де, серігі де жеңешесі Ұрқия. Ол Әміре дейтін ағасының әйелі, бала көтере алмай жүрген бейкүнә әйел, қамқор жеңеше. Ұрқия Бекболат екеуін кездестіреді, сөйлесіп жүреді. Енді той болуға дайындалып жүргенде Бекболат Ақбілекке үйленбейтін болады. Себебі ол Қарамұрттан жүкті еді. Елдің сөзіне қарамастан ол босанады. Босана салып оны алып кетуін тапсырады. Арада 5 жыл өтеді. Ақбілек қалаға ағасы Төлеген мен жеңгесі Мағишаның үйіне келіп, сауатын ашады, оқиды, білім алады. Көзі ашық, көкірегі ояу, жанға айналып, ағасы, жеңшесі үшеуі ауылға оралады. Ұрқия мен Ақбілек сыртқа шығып, әңгімелесіп тұрғанда алдынан бір балақай жүгіріп шығады. Ол Ескендір. Ақбілек, жеңеше мынау бала өзі маған ұқсайды деп айтады. Мүмкін оны сен туған боларсың дегенде, Ақбілектің көзіне еріксіз жас келеді. Демек, Ескендір Ақбілектің тастап кеткен баласы еді. Енді міне, ол өз баласы. Сөйтіп, Ақбілек күйеуі Балташпен қалаға жол тартты. Айта кетейік, Балташ оның қалада танысып, Ақбілектің өткеніне қарамастан құлай сүйіп, үйленген батыл жігіт. Ақбілектің басынан өтетін осы оқиғалар арқылы жазушы сол бір қиын қыстау кезеңдегі қазақ ауылдарындағы өмір шындығын, адамдардың түрлі тағдырын кеңінен бейнелейді.